Тараз сервис және технология колледжі. Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасынан Тараз сервис және технология колледжі коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 1971 жылы құрылған. Алғашқы атауы номері 180 қалалық кәсіптік техникалық училище. 2016 жылдан бастап Тараз сервис және технология колледжі деп аталды. Қазіргі уақытта колледжде 8 мамандық, 10 біліктілік бойынша мамандар даярланды. Колледж облыстағы 71 кәсіпорын мен әлеуметтік серіктестік орнатқан. Олардың ішінде Айвенго, Энерджи Тараз, Дәмді тамақтар, Тараз Транс, Энерго, Центр КамАЗ, Дизайн Сұлу, жауапкершілігі шектеулі серіктестер мен мейрамханалар желісі бар. Біздің колледжде әлемдік аренада еліміздің мамандарына арналған кәсіптік дағдылары мен құзыреттілік көрсетуге мүмкіндік беретін World Skills қозғалысына аса мән беріледі. Жұмысшы мамандардың мәртебесін арту және дәріптеу болып табылатын World Skills чемпионаты студенттердің шеберлік дағдыларын дамытуына үлкен мүмкіндіктер береді. 2017 жылдан бастап World Skills колледжшілік чемпионат жүлдегерлері 3 мамандық бойынша өңірлік чемпионатына қатысып, аспаз ісі құзыреттілігі бойынша 1-ші орында, шаштараз ісі бойынша 2-ші жүлделі орында иеленді. Аспаз ісі құзыреттілігі бойынша ұлттық World Skills Қазақстан чемпионатында колледж түлегі Жақсыбеков Бағлан шеберлігін танытып, ерекше көзге түсті. Қызмет көрсету саласына мамандарды даярлау тәжірибесімен алмасу мақсатында 2017 жылы Маңғыстау туризм колледжімен, Астана политехникалық колледжімен, Алматы экономикалық колледжімен, Алматы Қарағанды технология және сервис колледждермен әріптестік туралы келісім жасалды. Әріптестік аясында қараша айында Маңғыстау туризм колледжінің ұсынысымен Батыс Skills чемпионатына шақырып алып, аспаз ісі киімдерді үлгілеу құзыреттілік бойынша колледж студенттері қатысты. Нәтижесінде аспаз ісі бойынша 3-ші курс студенті Қалдыбай Ақмырза қола жүлдені иеленді. Колледж студенттері қалалық және облыстық деңгейдегі спорттық іс-шараларына қатысты. Нәтижесінде білім алушылардың спортқа деген қызығушылықтары артып, 5 студент республикалық жарыстарда, 2 студент халықаралық жарыстарда жеңімпаз атанды.